бір жылда 52 апта бар. Сол 52 аптада кім не бітіреді? Көптеген қазақстандық орта компаниялар жылына бір 5 жаңа идеяны тест жасайды. Озып кетуге бола ма? Әрине, иә. Бүгін біз сіздермен бір методологиямен танысамыз. Соның арқасында көбірек ақша табуға болады, көбірек нәтижелерге жеткізуге болады. Жалпы жылдамдық жағынан өте тез боласыздар. Хади, гипотеза, action, амалдар, D, данные, дата, және де И, insight. Бұл методологияны жұмысыңызға енгізген сайын сіз өте тез боласыз. 52 апта бар. Әр аптасына бір гипотеза енгізсеңіз, сіз жылына 52 апта жақсы бір тест. Оның ішінде 20-сын бір успешный, яғни жетістікке әкелген нәтижесі бар. Оның ішінде 5-еуі сіздің масштабыңызға бір нереально әсер еткен бір гипотеза болуы мүмкін. Ал конкуренттеріңіз жылына бағанағы 5 идеяны ғана енгізеді. Сәйкесінше сіз олардан 5 есе жылдамсыз. 2 жылда ше, сіз 104 гипотеза енгіздіңіз, олар 10. 3 жылдан кейін 150, олар 15. Түсініздер ғой? Олар 15-тің ішінен бір жақсы идея тапқан кезде, сіз мына жақта 150-дің ішінде, білмеймін там, 20-30 керемет рабочий идеялар. Бұл Хади цикл жылдамдық туралы. Бұл ойлау қабілеті, бұл методология, сіздер оны жұмысқа енгізу керексіздер. Тек қана маркетингта емес, HR-да да енгізіңіздер, продажада да енгізіңіздер, маркетингта да енгізіңіздер. Әрбір отдел бір гипотеза жасасын. Бір емес, екеу жасасын. Жылына 52 емес, давайте 104 жасақ. Бұл бізге не береді? Бұл бізге точность береді. Бұл бізге әшейін креатив емес, научный данныйдың арқасында бір дәлелденген гипотезаның ғылыми подходтың арқасында әрекет етуімізге, стратегия жазуымызға көмектеседі. Бір ғана гениальный идеяны іздеп отырмай, 50 гипотезаны тест жасаған адам, ол келесі 51-ші идеяны жақсырақ жазып шығуына деген бір шансы көбірек. Себебі ода уже тест бар, ол ненің примерно қалай жұмыс жасайтынын біледі. Сонымен Хади цикл қалай жасалады? Біріншісі, бұл гипотеза құралады. Мысал үшін, гипотеза бұл әшейін, давайте бұлай істейік емес. Гипотеза, қараңыздар. Егер де біз байып кетте сеньор маркетолог курстарда сабақтың ұзақтығын 5-7 минут қылатын болсақ, онда курсты тезірек аяқтау жылдамдығы, немесе оқушылардың модульді бітіру жылдамдығы 30%-ға өседі деген бұл әдемі гипотеза. Дата. Қазір әлемде big data деген нәрсе жалпы жұмыс жасайды. Сіздің карта, банковский картаңызға қарап, Visa, MasterCard компаниялары сіз ажырасасыз ба, ажыраспайсыз ба деген тұжырымдар жасай алады. Қандай покупка жасайтыныңызға қарай. Ойлаңыздар, big data, яғни қаншалықты сенде данный бар, сен соншалықты әрекетін тиімді, әрекетін точный болады. Сол сияқты, бағанағыдай, 5-7 минут сабақты түсіреміз дедік, ол қалай әсер етті? Датасы бар. Кейін бір инсайт аламыз, сол датаны анализировать етіп. Сол таблицасына енді қарап, қалай өмірде бұл затпен жұмыс жасай аламыз, қарап көрейік. Экранда Хади циклдың шаблоны, төменде видеоның астына осы шаблон тіркеп қоямыз. Гипотеза деген жерге бағанағыда гипотезамызды жазамыз, әрекетімізді процесстерге бөліп, қалай реализациясы болады түсінікті қылып. Дата деген жерге қандай инсайт бар, одан кейін оны енгіземіз бе? Өзіміздің успех дәптерімізге, яғни база знаний дейді. Әрбір компанияда өзінің база знаний болу керек. Макдональдс не үшін Макдональдс, немесе Starbucks не үшін Starbucks. Оларда технология бар. Дәл осы инсайттар деген жерде сізде жылына 52 мысал үшін гипотеза енгізсеңіз, соның 10-ы ататын болса, сол 10 компанияңыздың библиясы дейді. Компанияңыздың кодексына айналып, ұрпақтарға берілетіндей етіп сіздің компанияңызды супер осындай бір жүйеге отырғызу керек. Хади циклдың ең басты фокусқа қоятын жері жалпы осы. Құрметті кәсіпкерлер, құрметті маркетологтар, Хади циклды өздеріңізге енгізіңіздер. Командаларыңыздан апталық жиналыста осы аптада қандай Хади цикл болады, өткен аптада қандай Хади цикл бойынша нәтижелері қандай болды деп сұраңыздар. Воронкада енгізіңіздер, контентта енгізіңіздер, білмеймін там, клиенттермен сөйлесуде әртүрлі облыста, әртүрлі зонада Хади циклдар жасаңыздар. Бұл көріпкелділіктен сақтайды.
хади цикл. Хади цикл бір эгодан сақтайды. Бастық айтты, осындай болу керек деген нәрседен сақтайды. Одан да тест жаса да көрсет, нәтижесін алып кел. Біздің CTR осындай еді, біз хади цикл енгіздік, оны 2,5 есеге көбейтті. Конверсия осындай еді, онысын научно сөйле. Сен маркетологсың, сен креативщик емессің, сен білмеймін, там жайдарманшы емессің, сен жұмысың бекітілген. Сенікі ғылым, сенің подходың халтура болмау керек. Сондықтан да төмендегі шаблонды жүктеп алыңыздар, жұмыстарыңызға енгізіңіздер, байып кеттен осындай бір сіздерге исходящий болсын. Басты хаустан жүйеге өту. Басты гипотеза жасап, ол істемей қалды емес. Басты сен қанша миллион идеяны басыңда ұстап жүрсің, және де оны енгізбедің, жұмысқа көрмедің, нәтижесі істей ме, істемей ме, осыны сынап көрмедің. Осы қауіпті. Байып кет академиясы төмендегі лайк батырмасын басып кет. Сосын скачать етесің шаблон.